Сәлем достар, сіздермен бірге Sinix Trade арнасы бүгінгі видеомызға қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз сіздермен бірге USD GPI валютный параларына анализ жасап көретін боламыз. Олай болса біз бастаймыз. Достар, біз алдымен көпшілік көзқарасты сызып аламыз. Бұндағы графиктерге мән беріп қараймыз. Бізде бірінші максимальный көтерілген бағаға қарай есептейтін болсақ, 145-те 973-те көтеріліп, 145-те 944-те түсті. Осы жерден бастап продавецтер бізді астына қарай басып тастады достар. Мына жерден бастап сатып алушылар өзінің аймағына жетті, мақсаттық бір аймағына жетті. Және мұндағы үлкен свечаларға мән беретін болсақ, қара свечаларға, бұл жерде үлкен крупный сатушылар болған, үлкен крупный продавецтер болған. Олар не істеді? Бағаны максимальный мына жерге дейін апарыпты міне. Бірақ бұл жақта не болды? Бұл жақта сатып алушылар мықты болғаннан кейін оларды қайтадан итеріп тастады. Дәл осы жерден басталға бізде уже лонг позициясына қарай сатып алушылар жоғары қарай көтеріп берді. Мына жерде бір разворот болған. Вот мына жерде тағы разворот болған. Кішігірім разворот болған. Мына жерде тағы разворот болған. Енді достар, мұнда қарайтын болсақ, екі развороттың ортасында скопление басталып кетті. Тұрақсыздану болған бізде. Енді баға не істеп жатыр? Объемдарына қарайтын болсақ, дәл осы скоплениядан кейінгі объемдарына қарайтын болсақ, бізде объемдарда қызығушылық бізде мұндағы жасыл свечаның қызығушылықтары азайып кеткен. Қара свечаның қызығушылықтарына қарағанда жасыл свечалар тұрақсызданып, неактивный болып жатыр. Бұлар не істеп жатыр? Трендовый линияға қарай, көпшілік көзқарасына қарай, пәске қарай тағы да түсіп жатыр дәлше. Енді біз сопротивление және поддержка аймақтарын белгілеп аламыз. Алдымен біз остановкаларын белгілеп аламыз. Сопротивление аймағында остановкалар белгілейміз бірінші достар. Мына жерде де тұрақсыздану болған баға. Мысалы ретінде, мына жерде де тұрақсыз болған бағалар. Вот мен осылай сарымен белгілеп қоямын. Мына шеңберді көрдік қой, екі шеңбер. Бұлар достар остановкалар. Белгілі бір остановкадан бұрылғандар. Бұл поддержка аймағында остановкалар. Енді достар, біз дәл осы остановкаға қарай біз өзіміздің сопротивление аймағын белгілеп аламыз достар. Вот біз бірінші сопротивление аймағын белгілеп аламыз. Бұл бізде сопротивление аймағы. Не үшін мен осы жерден ғана есептедім? Өйткені достар, мына жерде разворот болған. Міне, осы жерден бір остановка болған. Поддержка аймағы болып есептелген. Мына свеча үшін мына жер поддержка аймағы болды. Ал бірақ мына свечалар үшін бұл сопротивление аймағы болып есептеледі. Мұндағы аймақ поддержка аймағы болып есептелетін еді. Бірақ мұндағы развороттың арқасында, мына аймақта тесіп өткеннің арқасында бұл уже сопротивление болып есептелді. Вот енді біз достар поддержка аймағын сызатын боламыз. Поддержка аймағын бұрынғы тарихына қарайтын болсақ, біз бұрынғы историясына қарайтын болсақ, бізге бұрынғы историясына бізге қатысы бар ма? Жоқ достар, бізге ешқандай да қатысы жоқ. Қазір бізде баға дәл осы свечалардың ортасына кетіп бара жатыр міне жерде. Енді не істейміз достар? Мына жерде мен тағы да аймақ сызам. Осы жерден тағы да аймақ сызам достар, міне. Бұл поддержка аймағы болып есептеледі. Егер достар дәл осы аймақты тесіп өте ма? Егер өтетін болса, бұл дәлше астына қарай түсе береді. Егер тесіп өте алмайтын болса, бұл тағы да разворот жасайтын, мына аймаққа кетіп бара жатыр деген сөз. Мына остановкаға, міне. Мына остановкаға кетіп бара жатыр деген сөз. Егер мына жақты тесіп өте алмайтын жағдай болса,